Сәлем достар, бүгінгі видеомызда табиғаттың ең таңғажайып құпияларының біріне тоқталамыз. Тасбақалары туралы білмейтін қызықты деректерге дайын болыңыздар. Тасбақа аңшы арқылы тыныс алады. Бұл табиғаттың ең таңғажайып құпияларының бірі. Сіз білесіз бе? Кейбір тасбақалар су астында ұзақ уақыт өмір сүре алады. Тіпті оттегі алмайды деп ойласаңыз да, олар тіршілігін жалғастыра береді. Олардың бұл қабілеті ерекше физиологиялық бейімделудің арқасында мүмкін болып отыр. Тасбақалар клоакалды тыныс алу деп аталатын ерекше механизмге ие. Бұл олардың анусымен оттегін сіңіруі. Әдетте тасбақалар өздерінің өкпелерін пайдаланып тыныс алады. Бірақ суда ұзақ уақыт болу кезінде немесе қысқы ұйқы кезінде олар тек анус арқылы тыныс алады. Бұл тәсіл тасбақаның тіршілігін сақтап, дененің оттегін қажет ететін барлық жүйелерін қамтамасыз етеді. Бұл процесс тасбақалардың судың астында бірнеше ай бойы оттегісіз өмір сүре алуына мүмкіндік береді. Тасбақалар өздерінің клоакасына анус жақтағы арнайы тесіктер, оттегін сіңіруге арналған арнайы құрылымдарға ие. Сондықтан олар тыныс алу үшін тек ауаны қолдану ғана емес, су арқылы оттегін сіңіру мүмкіндігіне ие. Бұл қасиет тек тасбақаларда ғана емес, басқа да су жануарларында кездеседі. Бірақ тасбақалардың бұл тәсілі ең танымал әрі ерекше болып саналады. Егер сізге осы таңғажайып факт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Тағы да осындай қызықты деректер үшін біздің каналымызға жазылып, бірге болайық. Каналға жазылу үшін осы жерді басыңыз. Және жаңа видеоларды бірінші болып көріңіз. Жаңа таңғажайып фактілер алда көп.